Ханымдар, мырзалар және төрт аяқты достар, бүгін біз қарапайым күшік емес, патшайым Елизаветаның сүйікті иті принц туралы мультфильмге шолу жасаймыз. Бұл королевские каникулы, яғни The Queen's Corgi. Шашыңды тара, кексіңді қой, шынайы британша комедия мен приключениеге дайын бол. Гав-гав десен, қалай кетті? Бұл принцті әр таңда дворецкий Джеймс оятады. Ал бұл үйдің иесі Сара Бандербурт. Сараның ешқандай жақын туыстары және баласы да жоқ. Сол себепті күшігі принцке туған ұлындай қарайды. Бір үйде принцке қарайтын бірнеше адам бар. Психолог, стилист, күтуші, не боп кетті. Иттің жардайы жаман емес, шлеондай емес деген музыка осы жерге күшті кетереді. Принц өзінің қожайынымен массаж жасатуда. Содан ол өзінің үй мағындағы бассейнде демалып жатыр. Ол өзінің қажеттілігін жасаған соң, Джеймс оның артына су себеді. Принц пиццаны жақсы көреді. Сара сол үшін үнемі түскі асқа пицца заказ береді. Алайда Сара қайтыс болғаннан кейін барлығы да өзгерді. Ол үйге жиендері Норберт пен Клэр келді. Олар Сарамен ешқашан байланыс ұйымдастырмаған. Олар өтірік қайырған тәрізді түр келтіреді. Олар ендігі байлық біздігі деп қуанып тұрғанда, принц қуанып үстіне секіріп шығады. Бірақ олар итті жақтырмай далаға лақтырып жібереді. Норберт керек емес заттарды көлікке салуда. Соның ішінде күшіктің ойыншығы да бар еді. Ол ойыншығын аламын деп көлікке мініп кетті. Бірақ көліктің есігі жабылып, қоқыс орнына кетіп қалады. Адвокат Сараның өсиетін көрсетуде. Жазбада осы екеуінен басқа туыстары қалмаған және принцті бағып қана қоймай, онымен дос болатын болса, барлық мүлкіне ие болады. Енді екеуі итті жек көретініне қарамастан, принцті күту керек. Немесе бір тиында мұрагерлік ала алмайды. Солай адвокат оларға бір апта уақыт береді. Көлікте кетіп бара жатқан принц Сараның суретін көріп, енді одан айырылып қалғанын біліп, өкініп отырады. Сол сәтте бір тиын жолдың ортасында тұр екен. Одан қаша беріп, көлік жүргізушісі тез бұрыла кетеді. Ал принц байқаусызда ашылып кеткен есіктеп ұшып кетеді. Принц ағаштағы тесікке қадалып қапты. Артынан қарасаң, Пузатик сияқты өзі. Оны тауып алған тиындар жоқлап жүріп алып шықты. Соның кесірінен жинап қойған жаңғақтарының бәрі төгіліп кетті. Ашыланған тиындар оны қоршап алып, мойнындағы бауды шешіп алды. Ол жүре келе қалаға келді. Мұрнына бір иісті сезді. Иіспен барып көлікке мініп алды. Ішінде басқа ит бар екен. Ол өзіне бақталас болғанын қаламайды. Оны байқап қойған жүргізуші қуа кетті. Олар жолдан өте берген мопед алдынан шыға қалды. Пиццасын түсіріп алады. Екеуі пиццаны алып қаша кетті. Екі жиені итті еш жерден таппай Санческе келуге тура келді. Ол жануар іздеу маманы. Ол итті бірнеше күнде тауып берем дейді. Принц Розидің артынан орманға келді. Ол пиццаны жақсы көргендікте сілекейі ағып кетті. Ал тиындар принцтен қалай кек аламыз деп ойланып жүр. Пиццерияның қожайыны Зоядан иттер ұрлап кеткен пиццаның ақшасын төледейді. Осыдан кейін қыз өзінің жалдамалы пәтеріне келді. Зоя әнді жақсы айтады. Және гитара ойнайды. Болашақта әнші болғысы келеді. Ол музыкалық таланттарды бар адамдарды іріктеп алатын конкурсқа дайындалып жүр. Розиді принц жалықтырып жіберді. Ол принцті өзімен ертіп иттердің алаңына апарды. Осы жерде жергілікті иттермен араласып, үйіңе баратын жолды сұрап ал дейді. Осы жерде принц қатты таң қалды, себебі барлығы принцтің артын іскеп жүр. Ол жерден әтірдің иісі шығады екен. Қалғандары нағыз ит қалай артын тазалау керек екенін үйретті. Одан кейін принц олардың ісін қайталайды. Бұдан үлкен ләззат алады. Жергілікті иттер принцпен сөйлескісі келмей, көшенің шетіне барып тұр. Керек адамдар сені алып кетеді дейді. Принц иттердің ақылын тыңдап, көшеге шыққанда оны көліктер басып кете жаздады. Оның алдынан Зой шықты. Ол өзімен бірге күшікті үйіне алып кетті. Үйдің алдында қызды пәтердің қожайыны күтіп алды. Ол пәтердің ішінде ит асырауға қарсы және апта аяғына дейін пәтердің ақшасын төлемесең далаға шығасын дейді. Қыз итке лапша сорпасын берді. Принц одан қатты жиркеніп кетті. Тамақтың жегенінің орнына кілемге артын екелеп жүрді. Бірақ бұл тірлік қызға ұнамады. Қыз кеспесімен қоса далаға шығарып тастады. Далада Рози келіп лапшаны жеп қойды. Рози принцке: "Мен саған даланың тәртібін үйретем.
маған бір қорап пицца әкеп берсең дейді. Принц оған қарсы болды. А Рози кетіп қалды. Бірнеше қорқынышты мысықтарды көрген күшік үйге кіргісі келді. Мейірімді қыз оны үйге кіргізіп алды. Екеуі үйде бірге ойнайды және гитарамен үн айтты. Суретке түсті. Сыртта басқалар принцті жабай екен деп ойлап қалмау үшін оған әдемі қарғыбау жасап қойды. Қыз таңертең жұмысқа бара жатыр. Принцті иттер алаңына тастап кетті. Ол иттерге мен ең жақсы қожайынды таптым дейді. Сол кезде тиындар шабуыл жасады. Басқа иттер оған көмектесті. Осы кезде Турман күшікті байқайды. Ол күшікті ұстаймын деп, оның ошейнегін киген тиынды ұстап алады. Ол тиындарға маған принцті ұстап беріңдер, мен сендерге көп жаңғақтарды сыйлаймын дейді. Қыз итті алып кетті. Келесі күні Зой жұмысқа кеткенде, принцті пәтерге қалдырып кетті. Қыздар кете салысымен тиындар үйге кіріп келді. Және үйінің тас талқанын шығарды. Және принцті шкафқа тығып кетті. Келген қыз шашылан үйді көріп гитарасы көріп абыржып қалды. Ізінен пәтердің қожайыны келеді. Қызға айқайлап пәтерден қуып жібереді. Және итті Притқа апарып тастайды. Ол жерде Розиді көреді. Рози ешқашан адамдарға сенбе дейді. Бірнеше жыл бұрын қожайынның баласы дала ойнап жүргенде, ол көшеге шығып кетті. Және солны құтқарып қалған. Сол кезде балаға шабуыл жасады деп Розиді қуып жіберген екен. Принц Зойды қатты күтіп отыр. Бірақ оның орнына Турман келіп, бауын шешіп, күшікті алып кетеді. Артынан Зой келді. Ол жерде күшік жоқ. Рози сол кезде басқа иттермен қызға көмектесікісі келді. Турман күшікті әйелге алып келді. Әйел ақшаны кейін берем деп есікті тарс жапты. Бұл тірлікке Турман қатты ашуланды. Притқа бір үлкен кісі келді. Сол жерде бір ит қатты өріп жібергенде, абайсызда әйел есіктерді ашып жіберді. Рози ошейникті алып басқа иттермен дала шықты. Ол жерде Зой күшігін іздеп хабарлама қалдырып жатыр екен. Иттер Зойға ошейникті алып келеді. Сол кезде ол иттердің көмектескісі келетінін түсінді. Ол иттермен бірге жолға шықты. Адвокат үйге келгенде жиендері итпен жақсы болдық деп алдайды, және адвокатқа қол қой деп тездетіп жатыр. Осы кезде есіктің алдына Зой келді. Және Джеймсқа күшіктің суретін көрсетіп, оны іздеп жүргенін айтады. Ал Турман болса алдап кеткен адамның күшігін алып келіңдер деп бұйырады. Ал иттер жайсыз нәрсе болатынын сезіп, тиындардың артынан жүрді. Адвокат қол қояйын деп жатқанда, бөлмеге Джеймс пен Зой кіріп келді. Зой күшікті бір апта бұрын тауып алғанын айтты. Содан бері асырап жүрмін. Және оны алып кеткім келеді дейді. Ал Турман күшік үшін жұмысына ақшасын талап етеді. Сол кезде адвокат Клерді оны алдағанын түсініп қойды. Және мұрагерлік құжатқа қол қоюдан бас тартты. Сол сәтте бөлмеге тиындар бас көктеп кірді. Тиындар принцті ұстап алып, оны қинамақшы болды. Бірақ Рози оларды қуып шықты. Және принцке сен үшін жақсы қожайын Зой. Себебі ол сені іздеп қанша күш жоғалтты. Ол сені жақсы көреді дейді. Адвокат енді принцке өз қожайыныңды өзін таңда дейді. Клер, Турман бәр күшікті өзіне шақыруды. Бірақ қарғыбауды алып Зойге келді. Адвокат принцтің жақсы көретін қожайынын таңдағанына көзі жетті. Енді айтылған келісім бойынша барлық мұрагерлік Зойге өтетін болды. Ойламаған жерден байып кеткен қыз үйдің қасынан иттерге саябақ ашып қойды. Оның атын Сара әжейдің құрметіне қойды. Осының ашылауына Зой өзі керемет ән шырқады. Және кетіп бара жатқан продюсерді таңғалдырды. Ал Джейс, Питбуль, Розиге қожайын болды. Достар, мультик ұнаса, біреден 10-ға дейін баға беріп комментарийге жаза кетіңіз. Және тіркеліп, қоңыраушаны бас кетіңіз. Маған оқырман жинап, қазақ контентін дамытуға үлесіңіз қатты қажет.